Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. YouTube каналдың паролін ұмытып қалдым деген сөздерді кейбір ютуберлерден естіген боларсыздар. Бұл сөздер жалпылама айтылғанымен YouTube каналда пароль болмайды. YouTube канал белгілі бір Google аккаунтқа тіркеледі. Кейбір ютуберлер бір Google аккаунтқа 3-4 канал ашып жүргізеді. Яғни сол 3-4 каналға бір Google аккаунттың логин паролін теру арқылы кіреді. Яғни сіздегі бір Google аккаунт арқылы телефоныңыздағы Play Marketке де, YouTube каналға да және Google AdSense'ке де кіре алатын боласыз. Негізі әр YouTube каналды жеке Google аккаунт ашқан дұрыс болады. Себебі жаңағы 3 канал тіркеген Google аккаунтта мысал келтіретін болсақ, 3 каналдың бірі банға кететін болса, қалған 2 каналды да банға жіберетін болады. Неге десеңіз, себебі бір Google аккаунтқа тіркелген. Ал енді Google аккаунттың паролін ұмытып қалсаңыз, забыли пароль дегенді басып, номерге код жіберу арқылы парольді өзгертіп кіре аласыз. Бірақ олай жасау үшін біріншіден сіз Google аккаунт ашқан кезде логиніңізді еске түсіру керексіз. Екіншіден логиніңіздің номерге тіркеліп тұрған болу керек, немесе резервті почтаны тіркеген болу керексіз. Яғни Google аккаунт дегеніміз ол құнды зат болып келеді. Оны ашқан кезде номеріңізге тіркеп және логин пароліңізді ұмытпайтындай қылып бір жерге жазып қою керек. Себебі жақсы жетістікке жеткен кезде логин паролін ұмытып отыратын ютуберлер бар. Ол қалай десеңіз, ұзақ уақыт бойы бір телефонда жүремін деп Google аккаунт ашқанда логин парольді ешқайда жазбайды. Және жаңа телефон сатып алғанда бұрынғы телефондағы деректерді өшіріп алып немесе ұмытып отырады. Сондықтан да барлық жағдайға дайын болып ертеңгі күнді ойлап қою керек. Осы видео сіздерге ұнаған болса лайк басуды және арнаға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар достар.